Менің әкем мәрт адам. Ауылға алғаш келген 4 «Жигулидің» бірін әкем сатып алды. Қуанышымызда шек жоқ. Өйтпегенде ше, ол кезде мұндай бақ екінің біріне бұйыра бермейтін. Машина алу үшін өкіметтің қоятын талабы зор еді. Алдымен ұзын-сонар кезекке тұруың керек, сосын еңбек озаты болуың шарт. Әрине, жиған терген ақшаң дайын тұрғаны құп. Әкем бұл талаптардың бәрінен өткен секілді. Жасыл жапырақ түстес «Жигули» біздің үйдің ауласында тұрды. Өзі сондай әдемі, 50 жыл өтсе де жарқыраған номері есте қалыпты. 1378 АПВ. Машина алдық, енді оны кім жүргізеді деген сұрақ туындағанда күмілжіп төмен қарап қалғанымыз да рас. Біз әлі баламыз. Әкем жас кезінде трактор айдағаны болмаса, мұндай тұлпарға мініп көрмеген. Жасыл «Жигули» есік алдында бір ай қаңтарылып тұрды. Сосын әкем ауыл шетіндегі жұмысына жайлап жүргізіп баратынды шығарды. Жалғыз бармайды, үйдегі 5 ұлдың біреуін отырғызып алады. Бір көшемен барады, сол көшемен қайтады. Гаи дегендер ол кезде ауылға сирек келеді. Жай келмейді, еркінсіп кеткен шопырларды қырып кетеді. Сол кезде Гафур деген гаи инспекторының аты Нарынқолда дүрілдеп тұрды. Өзі қазақ емес, қатал, қадалған жерінен қан алатын қатыгез десетін. Зәбір көрген шопырлардың айтуынша түрі өте сұсты. Шапайдікіндей жоғарыға ширатылған мұрты бар. Әке, көке дегеніңді түсінбейді. Праваңды тартып алып, машинаңды қамап тастайды. Кейде шопырлардың өзінде қамап тастайды. Қойшы, әлгі бәленің атын естігенде шопыр емес, біздің зәре-құтымыз қалмайтын. Бір күні әкем мені машинасына отырғызып алды. Жасыл «Жигулимен» Нарынқолдың көшесінде жайлап жүріп келеміз. Кенет әкем тежегішін басып, машина кілт тоқтады. Қап, мына бәле қайдан шыға келді? Енді қайттік. Сыртқа қарасам, мұрт аспанға атылып, милиция формасында біреу тұр. Сол ғой, сол. Ғафур. Ала таяғын көтеріп шікірейді өзі. Әкем барып қолын созып еді, алмады. Құжат сұрады. Әкем бірдеңе деп ақталып жатыр. Көзіме жас толып шыға келді. Ескіріп қалған баламын ғой. Бір жамандықты түйсігім сезгендей. Бітті. Енді мынау әкемді қамайды дедім іштей. Бір кезде Анаділи әкемнің қолынан тартып бір жаққа сүйрей бастады. Машинадан шыға Ғафурдың аяғына жармастым. Бақырып жылап жүрмін. Әкемді босат дегенім ғой. Менің бақырғаным анаған кәдімгідей әсер етті. Әкемнің қолын босатып, қарқыны кәдімгідей бәсеңсіп қалды. Осы сәтте жолдың жиегіне сүліктей қара Волга келіп тоқтады. Ол кезде мұндай машинамен аудан басшылары ғана жүретін. Қара Волгадан түскен орта бойлы жас жігіт бірден әкеме беттеді. Аға, қалыңыз қалай? Мені таныдыңыз ба деп өзі үрпиіп тұрған әкемді құшақтап жатыр. Таныдым деді әкем, таныдым. Екеу жағдай сұрасып біраз тұрды. Сәлден соң әлгі жігіт Ғафурға бұрылды. Мен осы ауданның жаңа басшысымын. Мына кісіні неге ұстап тұрсыз? Деді қалтасынан қызыл куәлігін шығарып. Өзіңнен зор шықса, екі көзің сонда шығар дегендей орысша айтылған мына сөзден соң Ғафурымыз кекештеніп састы да қалды. Әп сәтте сымдай тартылып әлгі кісіге чест берді. Сосын бұл кісінің жүргізуші куәлігі жоқ деп міңгірлегені есімде. Бұл кісі адал кісі, өтірік айтпайды деді ауданның жаңа басшысы түсін суытып. Құжатын ұмыт қалдырған шығар. Сен қазір үйіне дейін шығарып сал. Кешірім сұрауды ұмытпа. Ғафурымыз зыр жүгіріп кетті. Әлгі кісі әкеммен жылы қоштасып, ертеңіне қабылдауына келуін сұрап, қара Волгасына мініп кете барды. Ғафурымыз ерпектеп үйге дейін еріп келді де кешірім сұрап жөніне кетті. Әке, деймін қорқынышым басылып, жүрегім орнына түскен соң. Жаңағы бастық сізді қайдан таниды? Әкем жымиып отырып әңгімесін бастады. Жастау кезімде колхозға алғаш келген тракторды тізгіндедім дейді әкем. Алыста қалған сағым жылдарын еске алып. Еңбек озаты болдым. Коммунистік партияға мүшелікке өттім.
Бастауыш партия ұйымының жиналыстарынан қалмаймыз. Бір керемет кездер еді ғой. Осыдан 10 шақты жыл бұрын өзің көрген жігіт біздің ауылға агроном болып жұмысқа келді. Жап-жас, оқуды жаңа бітірген маман. Өзі басқа жақтың баласы екен, руы да бөлек. Ал біздің ауылда бір ғана атаның балалары тұрады. Бәрі бір-бірімен туысқан. Жас агрономды біздің ауылдағы атқамінер ағайындар жақтырмады. Өзі біздің рулас ағамыздың орнына келді. Әрі бөтен ауылдың баласы дегендей. Көп кешікпей әп-әдемі жұмыс істеп жатқан баланың үстінен жоғарыға арыздар ұйымдастырыла бастады. Қайта-қайта жазыла берген соң жоғары жақта шыдамады білем. Ауылға бір топ адам комиссия болып дүркіреп жетіп келді. Колхоздың кеңсесінде коммунистерді жинап, жас агрономның ісін қараған жиналысын өткізді. Байғұс баланың жұмысынан кінә таппаған ағайын оның жеке өмірінен түрлі кемшіліктерді тізіп көрсетіпті. Әлде бір келіншектің артынан қалмай сөз салыпты-мыс. Енді біреудің қызына қырындапты, тағы біреуді боқтап жіберген дегендей. Оған куә адамдар да табыла қойыпты. Көпшілікке қарсы уәж айта алмай қалған, жалғыз қалған баланың жағдайы қатты қиындады. Сол жерде оны партиядан шығарып, жұмыстан қуу жөнінде мәселе көтерілгенде шыдамай сөз алып, араша түсуге тура келді. Мұндай жерде шындық айтылуы тиіс. Мен жүректің әмірімен жүретін адаммын. Жүрегім солай деді. Қабақтарынан қар жауған комиссия мүшелері мен қалың туысқанның алдында шындықты айттым. Агроном жігіттің кінәсі жоқ екенін, жұмысына мығым, білімі жоғары, тек осында отырғандармен рулас болмағандықтан жаланың құрбаны болып бара жатқанын ашына айттым. Өзімнің де арыз қойлармен аталас екендігімді айтуды ұмытпадым. Осыдан соң комиссияның беті бері қарап, әлгі баланы партияда қалдырды. Жұмыстан да шығармады. Өзі бір айдан соң көрші ауданға жұмысын ауыстырып кетіп қалды. Содан кейін оны көріп отырғаным бүгін балам. Әке деймін, енді бұл кісі әлгі арыз жазған туысқандардан өшін алатын шығар. Ол енді оның өз шаруасы. Ел басқаратын ер болса, ондай ұсақтыққа бармайтын шығар. Туысқандарым да кейін өз қателіктерін түсініп, маған деген реніштерін қайтып алды. Кешірімді болған дұрыс. Мұндайда балам. Әңгімеге манадан бері мұқият тыңдап отырған шешем араласты. Жақсы болған екен. Ертең ол кісінің қабылдауына барғаның дұрыс қой. Бір кездері жасаған жақсылығының қайтарымы деп жақсы қызметте ұсынып қалар. Жоқ, бармаймын деп шорт кесті әкем. Мен одан ештеңе сұрамаймын. Бір кездері біреуге жақсылық жасадым екен деп одан бірдеңе дәмету бейшаралық, тіпті ұят нәрсе. Ал адамға жасаған жақсылығың Құдайдан қайтады. Болды. Коммунист әкем осылай деді. Ол кезде баламыз ғой, түсінбеген шығармыз. Енді міне, әкеміздің жасына келгенде ой елегінен өткізіп қарасам, коммунист әкем сол кезде Құранның сөзін айтыпты. Жақсылықты ықыласпен істеушілердің сыйын Алла өзі береді. Айтпақшы, хабарда жүргенімде әлгі аудан басшысын кездестіріп қалғаным бар. Зейнетке шығып, бір бағдарламаға түсуге келген екен. Амандасып, Сқабылдың баласы екенімді айттым. Құшағына алып, маңдайынан сүйіп, сенің әкең мәрт адам еді, әкеңе тартсаң жаман болмайсың деп батасын берді. Әкем туралы айтқан осы бір ауыз сөзі құлағымда кетпестей болып қалып қалды. Менің әкем мәрт адам. Арман Сқабылұлы.